Ел тарихында бар өмірін ел игілігі үшін сарп еткен жандар көптеп саналады. Олардың барлығы да әрдайым қоғамның, халықтың мәңгі жадында. Туған елінің жарқын болашағы үшін, оның жан-жақты дамуына орасан зор үлес қосқан ардақ тұта тұлғаларымыз жетіп артылады. Солардың бірі Смағұлов Әжмағи Смағұлұлы. Бар ғұмырын ғылым жолына арнап, артына өлшеусіз мол мұра қалдырған атақты дәрігер, мемлекет және қоғам қайраткері, көзі Иә, бұл пәниде темір өзекті пенде жоқ. Әжмағи Смағұлұлын бүгінде оның жора жолдастары, әріптестері сағынышпен еске алады. Әжмағи Смағұлұлы зейнеткерлікке шыққаннан кейін де ұстазы қызметін одан әрі жалғастырып, кафедрада профессор болып жасады. Өмірдің соңғы минуттерінде жұмыс орнында өткізіп, өзінің жұмысқа деген құштарлығын дәлелдеп кеткендей болды. Кезінде біздер кураторлық жұмыс атқардық, яғни әрбір оқытушыға бір топ студенттер бекітіліп берілетін. Менің өзім аға кураторшы болдым. Бұл жас шәкірттердің маман ретінде жетілуіне зор септігін тигізді. Сондай-ақ жан-жақты дамуына да себеп болды. Олар театр, кинотеатр секілді мәдени ұйымдарға жиі баратын. Кейін сол көрген-білгендерін талқыға салатын едік. Сөйтіп қоғамдық пікір қалыптастыру едік. Бұл жұмыстардың барлығы Әжмағи Смағұлұлының тікелей басшылығымен қолға алынды. Үлкен тәрбие жұмысы. Ол кісі үлкен тұлға болатын. То есть воспитание шло как бы вот общественное. Әжмағи Смағұлов өскелең ұрпаққа мол мұра қалдырған үлкен ғалымдардың бірі. Болашақ медицина ғылымының майталманы 1932 жылы Ақтөбе облысының Темір ауданына қарасты Кеңгек ауылында дүниеге келген. Қарапайым шаруа отбасында тәрбиеленген Әжмағи Смағұлұлы жастайынан дәрігер болуды армандаған. Жергілікті орта мектепті тамамдаған соң 1949 жылы Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік медицина институтына оқуға түседі. Арада 5 жыл өткен соң алғашқы еңбек жолын облысымыздағы Жұрын ауруханасында дәрігер болып бастайды. Кейін Темір аудандық туберкулезге қарсы күрес диспансерінің бас дәрігері қызметін атқарады. Абыройлы еңбегінің арқасында осы кезден бастап ел алғысына бөленіп, әріптестерінің арасында зор құрметке ие болды. Әрі ұйымдастырушы қабілеті де кез келген міндетті тиісті дәрежесінде орындауына септігін тигізді. Алайда Әжмағи Смағұлұлы ғылыми жұмыстармен айналысуды алдына мақсат етіп қойған еді. Сол ойын жүзеге асыру жолында көп еңбектенді. Алғашқы ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері сәулелік терапия кезіндегі тамыр бұзылулары патогенезінің кейбір мәселелер тақырыбында 1963 жылы табысты қорғаған кандидаттық диссертациясында қорғалды. Кейін Алматы қаласындағы дәрігерлер білімін жетілдіру институтында біраз лауазымда қызметтер атқарды. Оның ғылыми жұмыстары және медицина саласының дамуы жолында істеген орасан еңбектері жөнінде алғашқы ұстазы, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның рентгенология, радиология және радиобиология ғылымының іргетасын қалаушы Сайын Балмұханов өзінің дәл нақты бағасын берген еді. Сондай-ақ өзге де әріптестері бүгінде денсаулық сақтау ісінің үздіктері атанған майталмандар да оң пікірлерін білдірді. Сол институттың рентгенология кафедрасында қызмет атқарып жүр екен. Сол бізге курсанттарға өкпе, жүрек дерттерінің рентген сәулемен анықтау тәсілдерінен дәріс оқыды. Ол кісінің дәрісі өте мағыналы, түсінікті болды. Сол үшін біздің курсанттарға өте қолайлы болды. Келешекте олардың жаңағы біліктілігін жетілдіруге көп үлкен үлес қосты. 1971 жылы Әжмағи Смағұлұлы Қазақ КСР денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының ректоры болып тағайындалады. Бұл кезде жоғары оқу орны материалдық техникалық базасы өте нашар болатын. 1969 жылы салынған жалғыз ғана морфологиялық ғимараттан басқа оқу үрдісін жетілдіретін қажетті жүйе болмады. Сол себепті алғашқы 10 жылдық оқу ғимараттары мен жатақханалар салуға кетті. Әскери патриоттық кешен, бірінші және екінші оқу зертханалық ғимараттар, орталық ғылыми зерттеу зертханасы, жатақханалар және тағы басқа ғимараттар бір мезгілде бой көтере бастады. Сөйтіп 1971-1980 жылдар аралығында 3 оқу ғимараты, орталық ғылыми зерттеу зертханасы, 4 студенттік жатақхана, санаторий профилакторий, спорттық сауықтыру лагері, стадион және институт қызметкерлеріне арналған тұрғын үй салынды.
Ал 1984 жылы педагогикалық институттың ашылу салтанатына орай Ақтөбеге келген Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевпен кездескен Әжмағи Смағұлұлы медицина оқу орнына да жаңа ғимараттың керектігі туралы өтініш жасайды. Нәтижесінде көп ұзамай бас ғимаратты салу мәселесі шешіліп, жоспары мен жобасы бекітілген. Алайда Армения елінде орын алған жойқын жер сілкінісіне байланысты құрылыс жұмыстары ұзаққа созылды. Бас ғимарат тек 1997 жылы ғана оның ізбасары институт ректоры болған Жанғали Ордабаевтың тұсында ғана пайдалануға берілді. Үшіншіден, үлкен ұйымдастырушы адам ретінде сыйлаймыз. Себебі мына институттың ол кісі ректор болып келген кездегі материалдық базалары өте төменгі жағдайда еді, нашар жағдайда еді. Тек қана осында бір анатомиялық корпустан басқа корпус болған жоқ еді. Мына сондай уақыттың ішінде ағамыз үлкен жаңағыдай жұмыс жасап, мына бір екі лабораториялық корпус, бір үлкен зертхана, сонымен қатар мына бас мен ғимаратты тұрғызған азамат. Ақтөбе мемлекеттік медицина институты Әжмағи Смағұлұлының бар өмірінің мәніне айналды. Білім ордасының материалдық техникалық базасын нығайтумен қатар кадрлар даярлау бойынша да аса шеберлік танытып, сара жол қалыптастыра білді. Дәстүрлі медицина биологиялық тұрғыдағы пәндермен қатар студенттердің білімін ұштау мақсатында оқу үдерісіне көптеген жаңа пәндердің енгізілуіне зор үлес қосты. Әжмағи Смағұлұлының жетекшілігімен оқытудың жаңа формалары мен әдістері енгізілді. Заманауи диагностикалық құралдар мен есептеу техникасын қолдану секілді жаңашыл бағыттар жүре бастады. Жаңа факультеттер ашылды. Мынау біздің дәрігерлік институтке оқу кадрлерін дайындады. Мына Москва қаласында, Ленинград, Қазан, Киев, тағы басқа одақтың ірі ғылыми орталықтарында нелер дайындаған, аспирантураға түсіріп, докторантураға оқытып, почти барлық 70-80% кадрлерді дайындаған Әжмағи Смағұлович. Ақтөбе мемлекеттік медицина институтын ұзақ жыл басқарған Әжмағи Смағұлов. Ол ректорлық қызметін абыроймен атқарып, жоғары оқу орнын республикадағы ең беделді институттардың біріне айналдырды. Ғылыми еңбектермен білгір дәрігер маманы ретінде көпшіліктің алғысына да бөленді. Оның институт үшін сіңірген еңбегі мен ғылымға қосқан үлесі үшін мәртебелі профессор атағы да берілген болатын. Сондай-ақ денсаулық сақтау мен жоғары медициналық білім беруді дамытуға, дәрігер кадрлар даярлауға қосқан елеулі еңбегі үшін Әжмағи Смағұлов еңбек қызыл ту және халықтар достастығы ордендерімен, Қазақ КСР жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен және өзге де алғыс хаттармен марапатталған болатын. Ал 1990 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қазақстан Республикасының халыққа білім беру саласының еңбек сіңірген қызметкері құрметті атағы берілді. Бар ғұмырын денсаулық сақтау саласына арнап, елдің алғысына бөленген Әжмағи Смағұлұлы қоғамдық жұмыстармен айналысып, бірнеше мәрте облыстық және қалалық халық кеңестерінің депутаты болды. Қоғам және мемлекет қайраткер ретінде де үлгілі істерімен көпшіліктің жадында қалды. Елі, туған халқы үшін аянбай еңбек етіп, артына мол мұра қалдырған Әжмағи Смағұлұлы Смағұловтың атқарған қызметі бүкіл елдің мәңгесінде. Ал ұзақ жылдар бойы басшылық жасаған Ақтөбедегі медициналық жоғары оқу орны бүгінде еліміздегі іргелі білім орталарының бірі. Профессорлық оқытушылар құрамы мен материалдық техникалық базасы ең үздік саналады. Болашақ шәкірттерге сапалы білім беру, облыс, республиканы білікті дәрігерлермен қамтуды тұрақты, жүйелі жұмыстар атқаруда. Осындай алып білім жүйесін қалыптастырған ардақты тұлға Әжмағи Смағұловтың әркімнің есінде қалатыны анық.